Сәлем, бүгін жол ережесін сақтау туралы нақты ақпарат білетін боласың. Бұл ақпарат сенің өміріңде маңызы зор. Светофор бар жерлерде осындай жолақтар бар, бірақ светофор жоқ жерлерде де мынандай зебра жоқ, мынандай жолақтар бар. Осы жолақ арқылы ғана өту керек. Неге? Өйткені бұл арнайы адам өту үшін қойылған. Жолда басқа жермен жүруге болмайды, өміріңе қауіпті. Сен білесің бе, неге жолға жүгіріп шығуға болмайды? Мына балаларға қарашы. Сен жүгіріп жолға шыққанда жүргізуші көлігін тоқтатып үлгермей қалуы мүмкін. Бұл өте қауіпті. Жолда тек адам жүруге арналған жолақпен жүр. Жан жағыңа қара. Егер адам жүруге арналған жолақ болмаса, жолды тура кесіп өту керек. Ең бірінші сол жаққа қарап, көлік жоқ болса, орта сызығына дейін өт. Оң жаққа қара, жүруді жалғастыр. Жолдан машина жоқ кезде ғана жүруді жалғастыр. Егер сен жол қиылысы бар светофордан өтетін болсаң, қай кезде жүруге болады? Светофордың екі түрі бар. Біреуі машинаға, екіншісі адам жүруге арналған. Мынадай светофор. Жолдан өту үшін тек адамдар жүруге арналған светофор жанғанда ғана өту керек. Сол уақытта машинаға арналған светофор қызыл жанып тұрады. Өтер алдында жан жаққа қарап жолдан өт. Жолдан тек жасыл жанғанда жүру керек. Мектепке барар кезде жолдың шетіндегі адамдар жүретін жолақты пайдалану қауіпсіз. Кей жерлерде болмаса, әдеттегідей жолды пайдалан. Көлік жүретін бағытқа қарсы жүру керек, себебі бұл қауіпсіз. Төнген қауіпті көре аласың. Жаяу жүргенде үнемі көлікке қарсы бағытта жүр. Балақай, ережені есте сақта.